Сәлем достар. Бүгін сіздерге мынадай браслетті тоқылу әдісін көрсететін боламын. Бұл үшін бізге 4 мм беконусымыз қажет және бисеріміз қажет болады. Бірінші мына екі бетінде тұратын лентасын тоқып аламыз, кейін ортасына беконустарын қосып біріктіретін боламыз. Бастамас бұрын менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Ал бастадық онда. Бірінші мына ленталарын тоқу үшін біз инемізге 3 бисерімізді өткізіп аламыз. Сөйтіп, ең бірінші тұрған бисерімізден қайта өтетін боламыз. Мына жібіміз жоғарыда. Мына бірінші бисерімізден қайта өтетін боламыз. Міне. Сонда бізде мынандай екі қатар бисер пайда болады. Бұны жібіміз төмен жақта инемізге бір бисер аламыз да, екі бисер тұрған жақтағы жоғарыдағы бисерден өтетін боламыз. Кірпіш қалағандай қалайтын боламыз. Мына. Тағы бір бисер аламыз. Жібіміз жоғарыда, кері қарай қайтатын боламыз. Дәл осылай тоқып кете береміз. Қатырақ тартып отыру қажет, бос болып қалмас үшін. Мен сіздерге көрініп тұрсын деп қара жіппен алып отырмын. Негізі бисеріңізге түстес жіп аласыздар. Дәл осылай өзімізге керекті ұзындық пайда болғанға дейін тоқи береміз. Дәл осылай міне екі лента тоқып аласыздар. Міне арасында қара жіп болғаннан кейін мынау қою болып кетті көгіміз, ашық көгіміз. Негізі бұл ашық көк түсті. Мына шетін бөлек тоқисыздар. Ортасына беконус қосып біріктіретін боламыз. Енді достар, міне екі бетінде тұратын екі лентасын тоқып алдық. Енді осы екеуін арасына беконусымызды қосып біріктіретін боламыз. Ол үшін жібіміз мына жерде екінші хрустальдан шығу қажет. Екінші хрустальдан шықты. Оған біздер енді бір бисерімізді, бір хрусталімізді беконус, бір бисер. Міне осылай алып біріктіретін боламыз. Жібіміз мына жақта екінші бисерімізден шығып тұр. Екінші лентамызды аламыз. Міне. Дәл осылай екі бисерден өтетін боламыз. Міне. Бұлай біріктіретін боламыз. Келесі. Екінші жібіміз жоғарыдан шығып тұр. Соның жанындағы тұрған бисерден бір бисерді тастап қиғашынан жүретін боламыз. Мынау бисерден қазір жібіміз өтті. Мына бисерден шығып тұр ғой. Біз енді сырт жақтағы қатардың келесінен өтеміз да, ішкі жақтағы қатардан арасына біреу тастап өтеміз. Сонда бұлайынан қиғаш өтетін боламыз. Қиғашынан өттік. Арасында бір бисерді тастап кеттік. Дәл жаңағындай бір бисер, бір беконус, тағы бір бисер. Дәл осылай аламыз. Жоғар жағында да мына жібіміз мына бисерден шыққан еді. Мына бисерді тастап кетіп, келесі бисерден өтетін боламыз.
Тағы да келесі бисер арасынан былай қиғаш өтеміз. Ішкі қатардан бір бисер тастап кетіп отыратын боламыз. Бір бисер тастаймыз, келесі бисерден қиғаш өтетін боламыз. Жіптеріңіздің шатаспауын қадағалаңыздар. Дәл осылай, қатарымыз біткенше дәл осылай толтыратын боламыз. Достар, міне, соңына дейін келіп жеттік. Ең соңғы мына биік тұрған екі бисеріміз қалған кезде, ол жерге беконус жасамаймыз. Тек 4 бисер алып, бисердің өзімен аяқтайтын боламыз. 4 бисерімізді аламыз. Осы 4 бисерменен ең соңғысын аяқтайтын боламыз. Дәл осылай, соңғысын осылай аяқтайтын боламыз. Бұлай қарай, кері қарай жүретін кезде, мына жерді бітеп кету үшін тағы бір бисер аламыз да. Осы 4 бисердің, жаңа қыстырған 4 бисеріміз, кейін келесі 5-ші бисерімізді де қоса ала кетеміз. Ішінен өткен бисерларымыздың арасынан тағы бір рет өтіп, аяқтайтын боламыз. Сол кезде мынақта биікте бір бисер биіктеу болады. Екінші бетінен де бір бисер аламыз. Өтеміз оны да. Тағы да 2, 3, 4, 5 бисер өтетін боламыз. Оны жай ғана өтетін боламыз. Міне. Ол бізге ілгішіміз үшін керек болады беконусымызға. Осы жерде жібімізді бір рет түйіндеп өтеміз. Кері қарай арасынан қайта өтетін боламыз. Бұл бізге карабин тағатын ілгішіміз болады. Жібімізді енді кері қарай алып, жасырып қоятын боламыз. Осы жерде тағы бір рет түйіндеп кетеміз. Зажигалкада күйдіретін боламыз. Карабинімізді міне ашып алды. Колечкамызды ашып алдық. Дәл осылай. Карабинімізді қыстырамыз. Жабамыз. Енді мына келесі бетінде дәл осылай аяқтайтын боламыз. Осымен біздің браслетіміз дайын. Білектеріңізге өлшеп отыруды ұмытпайсыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сіздеріңізге сәттілік.